Assalamu alaikum dostlar, қайырлы таң, баршаңызға сәлем. Бүгінгі таңғы аста өте тез дайындалатын, әрі асыққан кезде таптырмайтын ас болып табылатын тарыдан жасалған кашаның рецептісін ұсынамын. Жасалу жолы оңай, бірге жасайық. Алдымен қайнап тұрған ыстық суды құйып, үстіне тазартылған тарыны салып, жақсылап қайнауға қоямыз. Қайнағаннан кейін үстінен өзіңіз қалаған сүтті құясыз. Бұл жерде менде біз дұрыс тамақтану режимін пайдаланғандықтан күріштен жасалған сүтті қостым. Сосын жақсылап араластырамыз. Жай отта немесе менікінде плита болса, плитаның өзінің қызуында қойып, сәлден соң үстінен сары май саламыз. Немесе гхи майын салсаңыз да болады. Менде жолдасым сары май салынған кашаны ұнататындықтан солай салып пісірдім. Кейіннен тәттілік беру үшін жарты бананды шанышқының көмегімен езіп, пісіп тұрған кашаның үстінен салып, жақсылап араластырып, ыдысымызға бөліп салып шықтым. Кашамыз бос көмір судан тұрмас үшін және де пайдалылығын арттырмақ үшін үйдегі бар жемістерді турап үстінен салып шықтым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай манго салдым. Бір дана ғана құлпынай қалыпты, соны үшеумізге бөліп салдым. Және де жолдасымның ыдысына мандарин салдым. Себебі жолдасым кашаға да былай да мандаринді сүйіп ұнатып жейді. Сонымен қатар кашаның үстінен миндаль жаңғағын үгітіп салып шықтым. Үйде қандай жаңғақ болса, мен секілді блендердің көмегімен немесе пышақтың көмегімен үгітіп салып шықсаңыз да болады. Немесе үгіту барысында үккішті пайдалануға да болады. Және де содан кейін семена чияны салып шықтым. Семена чияның денсаулығымызға берер пайдасын, оның құрамдағы әртүрлі дәрумендердің барлығын мен өткен видеоларда айтып өткен болатынмын. Және де үстінен үйдегі құрамы таза, табиғи балды 1 шай қасық көлемінде тамызып шықтым. Астарыңыз дәмді болсын. Осындай тез әрі оңай дайындалатын, асыққанда немесе ұйықтап қалған кезде тез пісіре салатын кашаның рецептісі ұнаса, каналыма жазылып, видеома лайк баса кетіңіз. Және де күнделікті осындай шығып тұратын керемет, ерекше пайдалы рецепттерді көргіңіз келсе, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Отбасыңыз кашаны жеуді ұнатпайтын болса, немесе бұл кашаның түрін әлі де дайындап көрмеген болсаңыз, менің рецептіммен міндетті түрде орындап көріңіз.